Басадың ба? Міне Ақшаңырақтан бастап жатырмыз. Мынау тұрған Ақшаңырақ. Осы жерге дейін Алтынсарин мектебінен осы жерге дейін 2,5 километр екен. Қазір машинаның километражы 3956 километрді осы Ақшаңырақтан көрсетіп отыр. Енді біз осы Ақшаңырақтан инспектор көліне дейін, Ыбырай Алтынсариннің мазарына дейін қанша километр екен есептейміз. Ол үшін мінекей жолға шықтық Ақшаңырақтан. Ақшаңырақтан кейін асфальт жол бітеді, қара жол басталады. Осы қара жолмен біз солтүстіктен оңтүстікке қарай бет алып бара жатырмыз. Жол өте нашар, сондықтан жаймен жүруге тура келеді. Мақсатымыз Ақшаңырақпен Ыбырай Алтынсарин мазарының қасында ар жағындағы инспектор көлі қанша километр екен анықтау. Құдай қаласа соны анықтауға тырысамыз. Егер мына жол, машина жол баратын болса сол жаққа. Баратын бармайтынына ешқандай болжамыз жоқ. Себебі біз бұл жолмен ешқашан жүріп көрмеген едік. Бұл Тобылдың жағалауы, бұл қамыс өсіп тұрған жақ. Тобылдың жағалауы. Мынау бір қара жол. Бұл жол өзімізше ойлаймыз. Тобылды жағалап, сонау инспектор көлінің маңынан бірақ шығамыз ғой деп ойлаймын. Тағы да қайталап айтам, бірақ бұл біздің тек болжауымыз ғана. Шындықта қалай болатын білмейміз. Машина барған жерге дейін барамыз деп ойлаймын. Одан кейін арғы жағы қалай болатын білмеймін. Мына жерден қоршау түсе бастаған. Шамасы частная территория деген нені неғып жатыр ма екен? Ол жағын білмедік. Біз қалай болғанда Тобылды жағалап жүріп отыруға тырысамыз. Өйткені егер Ыбырай Алтынсарин сол инспектор көлінің маңайында тұрса, осы Тобылды жағалап жүруге тиіс деп есептейміз. Ең бір жақын жолдарының бірі бұл жер. Сондықтан біз осы жолмен келе жатырмыз деп есептейміз. Мінекей қазір қанша километр жүрміз? 57 болды. 1 километрдей өтіп кеттік. 56-та бастаған сияқты едік. Фотоға түсіріп алғанмын ол бастаған емді. Қазір сол жолды жағалап келе жатырмыз. Мына жердің барлығы көл. Көлге қамыстар өсіп кеткен. Бұл шамамен біздің бұл тұс шамамен теннисный корт орналасқан, сол жағалауда теннисный корт орналасқан тұс шамамен. Міне жол өте нашар. Келе жатырмыз, әйтеуір. Бірақ енді қара жолдың аты қара жол. Оған өкпелеуге болмайды деп есептейміз. Мынау үлкен электр бағаналарының астымен келе жатырмыз. Қазір электр бағаналары тұр. Высоковольтный. Мына жақта внимание, частная собственность деген тағы не тұр.
территория тұр. Ал енді әрі қарай тағы да қалай болатынын айта алмаймыз. Мінекей мына жол Тобылға қарай баратын секілді. Тобылдан өтіп, мінекей осы жолдардан жағалап жүріп Мавзолейге, оның ар жағы инспектор көліне жетуге тырысамыз, егер әрине жол болса. Сол жағалаудың бір ерекшелігі бұл еңіс жақ, сондықтан кезінде су басатын болған, көлдердің тұруы да пайда болуда, сол сулардың әсерінен деп есептейміз. Мінекей мына высоковольтный деген жерлермен келе жатырмыз. Вольттың астымен осы бағаналарды маңайында жол осы жүруге тиіс. Бағаналар қай жерге барға дейін осы қара жол болуға тиіс деп ойлаймыз. Себебі жаңағы электр компаниялары бұл бағаналарды тексеріп тұрады, бұл бағаналарды қарап тұрады, бұзылса жөндейді дегендей. Сондықтан ол жерге жолдың түсуі заңды деп ойлаймыз, қара жолдың түсуі. Біз мінекей 2 километрде жүрдік, 58-ді көрсетті. Әлі мазардың жаңағы қарасы көрінбейді. Шамамен бұл біз қазір Нариманка базарының тұсында келе жатырмыз деп ойлаймын. Осы арғы беттен Нариманканың тұсында деп ойлаймын. Өйткені Нариманканың тұсындағы биік үйлер көрініп тұрған секілді. Тобылдың арғы бетінен сосын мінекей дачалар көрініп жатыр. Осы Садовод деген дача осы бұл керек. Садовод деген дача, ал Садовод деген дача сол Нариманканың төмен жағында болатын. Міне біздер әлі де сол Садоводтың тұсында түсі деп ойлаймыз осы жерлерді. Садовод деген өте үлкен дача екендігін байқап отырмыз. Тобыл жағалап жаңағы орналасқан. Осы жерді Бекжан Сүлейменов Тобылдың доға болып иілген тұсы деп есептейді. Шындығында да осы жерден оң жақтан қарасаң Тобыл доға болып иіледі. Иіліп жаңағы бұрылады. Біз сол немен келе жатырмыз, сол Садоводтың іргесімен. Садовод сосын Мичурин деген дачаға ұласатыны бар. Сол екеуі бір-біріне жалғасып жатқан дачалар. Біз соның маңайында жүрміз. Мына жерде Тобылға жақындап келеді екенбіз. Бір түсіріп алғанымыз дұрыс болады ғой деп ойлаймыз. Мінекей жолдың ағып жатыр. Мінекей біздер әлі келе жатырмыз. Енді мен ойлаймын бұл ендігі уақыт алыс жері қалған жоқ деп ойлаймын. Өйткені енді қазір бізге Тобылдың Наурыз микрорайонының тұсына жақындауға тиістіміз. Наурыз микрорайонынан кейін ары қарай ол 1-2 шақырым жерде деп ойлаймыз.
өйткені Наурыздың микрорайонынан біздер өзіміз үйіміз сол жерден, сондықтан оң жағалауда талай жүргенбіз. Мінекей біздер Тобылға тіптен жақындаған секілдіміз. Тобыл өзені осы жерде мол бір арнасымен көрініп тұр. Бағаналары жағалап келе жатыр. Бұл бағаналар, осы бағаналары жағалап анау мазарға дейін баратын шығар деп ойлаймыз. Микрорайонның қызыл үйі көрініп тұр. Наурыз микрорайондағы ең бір биік 9 этажды қызыл үй бар. Сол қызыл үйдің сұлбасы осы жерден мұнартып көріне бастады. Мына жерлер баяғыда совхоздың егетін жерлері екендігі байқалады. Барлығы бостыр. Өте өкінішті. Тобыл жағада жақын жер құнарлы. Неге бау-бақша егілмейтініне таң қаламыз. Шамасы егетін адамда қалмаған секілді. Сондықтан қазіргі азық-түліктің қымбатшылығы да осындай егіншіліктің жоқтығынан ба деп те ойлап қоямыз. Мәуе, бұл жиде деген тал. Жиде деген тал. Ол піспеген, бұл жерде күн жоқ, ол піспейді. Солай ақарған түйінде тұрады. Ал енді мына жердің несін қараңыз. Енді өте қиындау жер екен. Тәуекелде өтуге тырысамыз. Тәуекелде өтуге тырысамыз. Жаймен. Ал енді ары қарай егер жол қиындаса, кейін қайтуымызға тура келеді. Осы жерден айталық тоқтап атсақ, жол қиындап, біздер сол жолдың оң жағалауға қарап, қай қаланың қай тұсында тұрған екенімізді белгілейміз де, содан әрі қарай оң жағалаудан есептеп шығаруға болады қалған жерді. Міне біз оң жағалауда Наурыз деген микрорайонның сұлбасы анық көрінді. Анау тұрған микрорайон Наурыз деп есептелінеді. Одан кейін микрорайон Наурыздан инспектор көліне дейін шамамен 2 километр болуға тиісті. Біз оң жағалауда жүргенде оны есептеген болатынбыз. Ал енді қазір қалай жүретінімізді анықтап алуымыз керек. Мына жерден жол екіге айырылып тұр. Біреуі Тобылға қарай кетеді, біреуі сол жаққа қарай кетеді екен. Біз Тобылға тіреліп қалмас үшін солға қарай бұрылдық. Солға қарай бұрылып келе жатырмыз. Бұл қайда баратын, бұл жолдың мен айта алмаймын. Әйтеуір түбінде сол Мичуринге қарай баруға тиісті деп ойлаймыз осы жол. Міне біздер бұл жол шамалы біршама жақсы екен. Өйткені далалық жер, тегістеу жер. Келе жатқан бұрынғы естіктердің орындары көрінеді жан-жақтан. Талай адам осы жерде еңбек етіп, нәпақасын тауып, қаланы асырап, еңбек еткені сөзсіз. Мінекей біз ол жол тағы да батысқа қарай бет алдық. Жаңа біз шамалы шығысқа қарай бұрылған болатынбыз. Енді батысқа қарай қайттан жол қайттан батысқа қарай түсті. Батысқа қарай түссе, оңтүстік батысқа қарай түссе, ол біздің бағытымыздың дұрыстығы. Себебі
Ыбырай Алтынсариннің мазары сол маңда, сол оңтүстік батыс маңына қарай жүрсек, соға шығуға тиістіміз. Сондықтан келе жатырмыз біз. Менің машинамның асты 15 сантиметр жерден. Сол әйтеуір осы машина осы жерде жүріп келе жатыр. Ал егер басқа жеңіл машина болса, бұл жерде жүруі екі талай секілді. Седандардың жүруі өте қиын ғой деп ойлаймын. Себебі бұл ойлы шұрқырлы жер. Алдымыздан бір не көрінеді, қоршау ма бір нәрсе. Соған қазір біз барып көреміз. Жол өтсе өтті, өтпесе енді тағы да әрі қарай война план покажет дегендей, әрі қарай не істеуімізді өзіміз шешеміз деп ойлаймыз, ситуацияға байланысты. Мінекей қазір біздер бұл жолдың бір электрлер торабы тұрған секілді. Электр бағаналары бір торабы. Ал енді алдымызда ворота жабық. Егер жанына жол болса, өтуге тырысамыз. Ал жол болмаса, өте алмаймыз ғой деп ойлаймын. Осы жерден видеоны бір тоқтатып, біз маңайды бір шолып аламыз.